Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен қызылшадан оңай және пайдалы салат жасаймыз. Бұл салаттың пайдасы өте зор. Ол үшін бізге қызылша, алма, грек жаңғағы, 2 тісше сарымсақ және жүгері қажет. Қызылшаны видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан кейін алманың қабығын ашып, алманы да қызылша ұқсатып, ірілеу етіп тураймыз. Енді сарымсақты тураймыз. Сарымсақ тісімізге білінбес үшін өте майда етіп турау қажет. Енді грек жаңғағын тураймыз. Оның майда болуы шарт емес. Бөліп тастауға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Консервіленген жүгерімізді қосамыз. Жүгерінің суын 2-3 қасық қосып жіберсеңіздер болады. Бұл салаттың сулы болуына көмектеседі. Енді майонез құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Біздің оңай және пайдалы салатымыз дайын. Ас болсын.